Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Көптен бері армандап келе жатырған рецепт шықты. Бұл рецепті негізі, бұл видео негізі баяғыда шоу керек еді, бірақ бүгінгі күнге туып тұр екен. Ендігі бұл рецепт сіздерге ұнайды деген үміттемін. Бұнда сізге оқтау ештеңе керек емес, қамырын жайып отырмайсыз, жай ғана мысалы вуфибай торта молочный девочка сияқты жайып пісіріп аласыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Гүлбек ең арнасы сізге әрдайым жақсы өнімдерді шығарады. Ендеше бастаймыз. Бізге бар болғаны 4 жұмыртқа керек, және қант, бал, ұн, сары май, ас содасы керек болады. Достар, сіздерге ескертетін жағдай, мёдты өзіңіз білесіз, искусственный мёд алсаңыз да болады. Яғни бұнда айырмашылық жоқ. Егер өзіңіз осы искусственный мёдты қатты күйдіріп алсаңыз шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан оны жасау барысында тексеріп бақылап отырыңыздар. Мен енді көбіне искусственный мёдпен де жасай беремін. Мен екеуімен де жасап көрдім. Екеуінде мүмкін айырмашылық бар шығар деп. Екеуінде айырмашылық жоқ дәмінде. Тек жаңағыдай табиғи және де жасанды деген айырмашылығы болмаса, аса қатты айырмашылық жоқ дәмінде. Мен бұл видеода жұмыртқа мен қантты миксерлеп алып жатырмын. Егер миксер болмаса, жай венчикпен араластырып, қатты араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен қантымыз бірігіп араласуы керек, яғни қантымыз еруі керек. Достар, сіздерге айтайын, сіздерде бір қандай да бір нәрсені немесе істі бастап жатқан болсаңыз, ол торт болсын, мейлі басқа нәрсе болсын, ниетіңізді жасап алыңыз. Егер осы торт күшті шығады, яғни идеальный шығады, вау болып шығады десеңіз, ол міндетті түрде ол шығады. Ол қазір шықпаса да түптің түбі оны жасайсыз сіз. Сондықтан бұл рецепт бірінші жасауыңызға алдымен ниетіңіз керек болады, және жақсы рецепт керек болады. Егер осы нәрсені алып бірге есетін болсаңыз, онда сізде жақсы рецепт, жақсы торт шығатын болады. Онда мен араластырып болдым. Енді үстіне сары май саламыз. Видеода жағымсыз нәрселер көріп жатырсаңыздар, мән бермеңіздер. Мен мұнда жасандыды да, табиғиды да екеуін араластырып қосып жатырмын. Сары май мен балымызды салып, ол екеуін водяной баняға қойып, ерітіп аламыз. Бұнда жұмыртқаңыз ешқандай да пісіп кетпейді. Қорықпаңыз. Ендігі біздің балымыз бен сары майымыз еріді. Үстіне ас содасын саламыз. Кейін бұнда салғаннан кейін процесс жүреді, еріп. Сіздің тестіңіз көтеріліп, пышный болып шығады. Біздің рецептіміз, яғни тестіміз дайын. Ендігі оның үстіне ұн салу ғана қалды. Ұнды достар, егер сіз қамыр қылып, яғни елеп, басып істеген ұнайтын болса, солай ыңғайлы болса өзіңізге, онда 500-600 грамм ұн қосасыз. Бірақ та оны кейін 2 сағаттай холодильникке қойып қоясыз. Сол кезде сізде ұстауға формасы жақсы, ұн көп қоспайтындай форма шығады. Ал осылай тек ұн бой оқтаусыз елейтін болсаңыз, онда 500-600 граммның жартысын қосатын боласыз. Яғни 300 граммдай қосасыз. Көп қалын етіп те жақпайсыз, себебі біз деген сода қосқандықтан ол үлкейеді. Молочный девочкадан кішкене қалындау етіп жағасыз, кішкене өте қалын етіп емес. Мен өзімнің дайындап жүрген қағаздарымны сары май жағып алдым. Сонда өте оңай, әрі жылдам алынады. Қамырыңызды осылай жайып жатырған кезде пешіңізді қыздырып қойсаңыз болады.
5-6 минуттың ішінде піседі. Қарап бақылап отырасыздар. Міне достар, біздің медовый торттарымыз пісті. Енді оның кремін дайындап, жинақтап алу керек. Достар, мен жай ғана кремге варенье сгущенкамен үйде қалған заттармен дайындай салдым. Сондықтан видеоға түсірген жоқпын. Арнайы бір видео түсіретін боламын. Медовыйға негізгі осы варенье сгущенка кремі өте керемет кетеді. Немесе пломбир кремі, немесе осы қарапайым сливки, творожный сыр, сахарный пудраны араластырып жақсаңыз да өте керемет кетеді. Мен деген пропитканы үнемі жасаймын медовыйға, себебі бұнда крем жағатын болсаңыз тек қана кремді сіңіріп алып арасына крем қалмай қалатын болады. Және де піскен тортымызды осылай артқа жағына аударамыз, себебі пропиткамыз сіңуі тиіс, креміміз де сіңіп өте керемет болады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер қамырыңызды оқтаумен илеп істегіңіз келсе, онда 500-600 граммнан артық салмаңыз және 2 сағатқа қойып қойыңыз холодильникке. Сол кезде сізге ыңғайлы болады. Мен осы жаңағы тортты жинамас бұрын тегістеп алдым. Әрине оны өздеріңіз білетін боларсыздар. Тегістеп арнайы бірдей формада болу үшін тегістеп алып, дөңгелек етесіз бе, 4 бұрыш қыласыз бе, өзіңіз білесіз. Бастысы дәмі бірдей болады. Мен торттың бетіне өтінділерді блендадан өткізіп алдым. Немесе оқтаумен үстінен басып елеген сияқты елейсіз, кейін сізде осындай өтінділер пайда болады. Сіздерге айтайын, осы торт дүкендегі торттан да асып кетті. Прям өте ерекше, жұмсақ, кәдімгі бай торттар сияқты өте әдемі, қатты ұнады маған. Мен даусыма мән бермеңіздер, мен даусым кішкене ауырын қарап жүрмін. Сондықтан бастысы тек видеоға назар салсаңыз болды. Бұл видеоны мен шортсқа салған болатын. Сол кезде рецепті көбіні сұраған екенсіздер. Ендігі рецепт шықты, қолданып. Егер пісіріп жатырсаңыздар, мені инстаграмда белгілесеңіз болады. Гүлбекинг деп іздесеңіз шығады. Және де мен инстаграмдағы парақшама да жазылып қойыңыз. Заказға дайындасаңыз да, өзіңіз үйіңізге де әзірлесеңіз де барлығына ұнайтын болады. Сәттілік барлықтарыңызға. Келесіде тағы да видео күтіңіздер. Енді видеоны мен әр сәрсенбі және жұма сайын салатын боламын. Сіз қалап жүрген видео рецепті шығарғанын қаласаңыздар, онда комментарийға жазып кетсеңіз болады. Мен барлық комментарийді оқитын боламын. Міне достар, бүгінгі біздің видео рецептіміз аяқталды. Әзірлеп көріңіздер міндетті түрде. Келесі кездескенше сау болыңыздар.